Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli musulmon ағайындар. Al-ijaratu ala ta'at. Құлшылыққа жалдану немесе wa qira'atul Qur'an lil amwat. Өлген адамдарға ақша үшін Құран оқу. Ол шариғатымызда қанша орынды. Немесе ол шариғатымыз оны рұқсат бере ма? Имам Абу Ханифа рахималланың мазхабында тағы оның екі шәкірті, әйміз әләсі, үш имамымыз Құран оқуды да, Құран үйретіп ақша алуыны рұқсат берген жоқ. Қандай болатын болса, оны дінді сату немесе яһудилердің, еврейлердің сипаты деп білген негізі. Иштәру би аятилла саманан қалила дейді. Яһудилер, еврейлер Алланың аяттарын азғантай бағаға сатты деп Құран Алла Тағала оларды айыптап жатыр. Имам Абу Ханифа рахималла тағы екі шәкірті де Құран оқуды, тағы Құранды үйретіп ақша алуын рұқсат берген жоқ. Бірақ кейінгі мазхабтағы ғұламаларымыз, Имам Абу Ханифа тағы екі шәкіртінен кейін келетін ғұламаларымыз Құранды, дінді үйретіп, тәлим үшін ақша алуды рұқсат берді. Себебі Имам Абу Ханифа, Имам Абу Юсуф, Имам Мухаммад рұқсат бермеген себебі дейді, ол кезде Бейтул малдан, патшадан, әкімден имамдарға, ұстаздарға ақша бөлінетін болды дейді. Оларға فَإِنَّهُ كَانَ لِلْمُعَلِّمِينَ عَطَايَا مِنْ بَيْتُ الْمَالِ дейді. Ұстаздарға сабақ беретін имамдарға Бейтул малдан, патшаның қазинасынан ақша бөлінетін болды дейді. Сондықтан олар ешқандай ақшасыз жұмыс жасайтын болды дейді. Бірақ қазіргі таңда Бейтул малдан, мұсылмандардың қазинасынан ақша бөлінбейді дейді, оларға дейді. Олар да мал дүние керек бұл үшін не істейді? Олар басқа дүниеви жұмысқа кетіп қалды дейді. Дінді үйрететін адам қалған жоқ дейді. Келесі ұрпаққа дінді үйрететін адам қалған жоқ. Бұл дінімізді, пайғамбардың дінін қияметке дейін жалғастыратын ұстаздар болған жоқ дейді. Сол себептен кейінгі ғұламаларымыз лет-ta'lim, дінді үйрету үшін ақша алу, тағы ақша беруіне рұқсат берді. Сол үшін да мен амсалихим дейді. Сол сияқты бисихатихи алал адан вал имамат лианнахума мин ша'аирид дин дейді. Азан шақырып ақша алу, имам болып бір мешітте ақша алуына рұқсат берді дейді. Бұны имам Ибн Абидин рахималла Радул Мухтар деген кітабында айтады. Бұл мәселенің соңында имам Ибн Абидин айтады. Сол Құранды оқып ақша алу үшін мен бөлек бір кітап жаздым дейді. Шафаул алил وَبَلُّ الْغَلِيلِ فِي بُطْلَانِ الْوَسِيَّةِ بِالْخَاتَمَاتِ وَالْتَحَلِيلِ дейді. Мен осы Құранды ақша алып, Құран оқып ақша алу, хатым шығарып ақша алуды дұрыс емес екеніне өзім бір бөлек бір кітап жаздым дейді. Арнайы кітап жазып қойдым дейді. Ол Мәжмуатур Расаил Ибн Абидиннің 151-ші бетінен басталады ол кітап. Соның ішіне басып шығарып қойған сол кітаптың ішіне. Жаңа имам Ибн Абидиннің бөлек жазған кітабы, яғни хатым шығарып ақша алу, Құран оқып ақша алу үшін ақша алуға болмайды, соны жазып қойдым дейді. Онда соңғы ғұламаларымыз үйретіп ақша алуды рұқсат берді. Себебі ода не қауіп болды дейді? Оларда не діндің зая болатын қауіп болып кетті дейді. Егер жаңа ұстаздар үйренген білімін таратпаса, дүниеден сауда, дүниеге кіріп кететін болса, дінді кім үйретеді дейді. Сол себептен дін зая болмас үшін оларға ақша бөлуді шариғатта рұқсат берілді. Енді қалды Құран оқып ақша алу. Құран оқудың ақша алуының оларда ешқандай қауіп болмағасын, Құран оқымаса, біреуі молдана келіп үйінде хатым шығармаса, дінге қандай кемшілік келеді? Дінге зиян келе ма? Біреу молданы үйінде хатым шығармаса, немесе молда әкеліп Құран оқытпаса, ол дінді зая болуына қандай қауіп бар дейді? Қандай? فَإِنَّهُ لَوْ مَضَى الدَّهْرُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الضَّرَرُ дейді. O zamanlar өтіп кетсе да дейді. Ибн Абидин рахималла айтып жатыр. Бір адам үйінде хатым шығармаса дейді, молдан әкеліп дейді.
замандар өтіп кеткен болса, уақыттар өтіп кеткен болса да дейді, дінге қандай зиян келеді дейді. Ешқандай лам яхсил бихи дарар дейді. Тым зарар зиян келмейді дейді дінге дейді. Сондықтан үлкен ғұламаларымыз Фатул Қадир деген кітапта Ибн Хамам рахималла айтады, имам Қазихан айтады, анна ахтал ажр фи муқабалати зикр ямнау истихқағу сауаб дейді. Кім зикр біреудің орнына отырып зикр санаса, сол үшін ақша алса, немесе Құран оқып берсе біреуіне, сол үшін ақша алатын болса дейді, оқыған Құранында дейді ешқандай сауап жоқ дейді. Оқыған Құраныңда сауап жоқ ода дейді. Сен жатқан мәйітке, өліге не бағыштайсың дейді. Біз мақсатымыз сол өлген адамға сауап бағыштау емес па? Сен дүние үшін оқыған болсаң, мал дүние ақша үшін оқыған болсаң, ода лам ямнау истихқағу сауап дейді. Ода ешқандай сауап жоқ дейді. Сол сияқты Фатул Қадирді келтіреді, имам Қазихан келтіреді сол мәселені. Тағы кімді дейді? Қараңыз, Құран шығартқан адам дейді, «Валау алима аннаху ла сауабун лаху, лам юдфа лаху фаласан вахидан» дейді. Кімді дейді? Мұна Құран үшін ақша алып, ақша алатынды дейді, немесе ақша үшін Құран оқитынды дейді, білетін болса дейді, бір тиын да ол үшін жұмсамас еді дейді. Бір тиын жұмсамайды дейді, егер соны білетін болса дейді. Ода дейді ешқандай сауап жоқ дейді. Ибн Хамам рахималла айтады, рия деген мағынасы дейді, рия деген Алла үшін емес, басқа нәрсе үшін құлшылық ибадат қылу, сол рия дейді. Рия деген мағынасы сол дейді. Біз әрбір іс-әрекетіміз Алла ризалығы үшін болу керек дейді. Біз егер Алла үшін Құран оқымай, мал дүние үшін оқитын болсақ, ол не болды? Ол рия болды. Ол рия үшін оқыған адамға ешқандай сауап жоқ дейді. Ешқандай сауап, керісінше күнә бар дейді. Ол жатқан адамға күнәні бағыштай ма дейді. Не бағыштайды оған? Сондықтан Құран оқып ақша алатын болса, егер соны білетін болса дейді, «Ятавассалуна илал джаммил хуттам харам бивасилати зикр вал Құран вассара нас яътақидуна залика мин аъзамил қурб» дейді. Егер солар білетін болса дейді, сол амалдар дейді, Құран оқып ақша алу дейді, немесе Құран үшін ақша үшін Құран оқытатын болатын білсе дейді, солар қандай күнәсі бар дейді, «Иля джаммил хуттамил харам бивасилати зикр». Сол амалдар ертең тұзақтың отындарын жинап атқанын білетін болса дейді, қараңыз. Оны кім айтып жатыр? Ибн Абидин рахималла айтып жатыр. Егер бір адам білсе дейді, сол амалдары дейді, иля джамил хуттам, отындарды, өз отын күшейтіп, тұзақты күшейтіп атқанын білетін болса дейді, бұндай амалдарға бармайды дейді. Бірақ өкінішке орай дейді, «Васара нас яътақидуна залика мин аъзамил қурб» дейді. Өкінішке орай адамдар бұны ең үлкен құлшылық біледі дейді. Ақша үшін Құран шығартуды дейді. Ақша үшін Құран шығарту, мал дүние үшін хатым шығарту, молданы әкеліп Құран оқытып ақша беруіне дейді, ең үлкен құлшылық біледі дейді. Өкінішке орай дейді. Солай емес па? «Васара нас яътақидуна залика мин аъзамил қурб» дейді. Оларға айтсаң, оқыма десең, болмайды десең, ақша үшін болмайды десең, Құран оқуда не бар дейді? Күнә болды ма дейді? Ұрлық жасап отқан жоқпын ғой дейді. Біреудің ақысын жеп отқан жоқпын, Құран оқып отырмын ғой дейді. Ода тұрған не бар дейді? Субханалла. Ода тұрған не бар? Сен ең үлкен себебі сен Алла үшін оқымадың. Болды, ең айыбы сол. Ең үлкен айыбы сол. Сен оқығаның Алла үшін емес. Аллах ризалығы үшін емес. Істейміз онда. Молдаке дейді, мен хадия үшін берем дейді. Немесе берген адам хадия деп береді дейді. Сонда да алуға болмай ма? Сонда дейді, имам Ибн Абидин рахималла бұлай деп айтады. Бұл мәселеде дейді, ереже бар дейді. Ал-ма'руф кал-машрут дейді. Әдет болып қалған, ғұрф болып қалған нәрсе дейді, ол келіскендей мен бір дейді. Сен ештеңе айтпа, мен алам деп айтпа. Шақырған адам садақасына берем демесін. Бірақ әдет бойынша қалай? Сенің Құран оқығаның үшін бере ма? Солай емес па? Онда ол келіскенмен бірдей ол. Сенің хадия дегенің мен хүкім өзгермейді. Ниетіңе қарайды Алла Тағала.
Әдет бойынша молдаке не деп келеді? Хадие деп, мен барған ел маған хадие береді деп бара ма? Немесе оқыған Құраныма ақша береді деп бара ма? Енді молдаке бір сұрақ пайда болады мына жерде. Садақада, хатымда жүретін молдаларға жеңіл болатын жол жоқ па соның? Бар. Bizim fiqh kitaplarda İmam Abu Hanife rahimahullohning mazhabındagi kitaplarda qazi adam, sudya qazılık qilу үшін qazılık qildim, екі адамның арасын qazılık qildim deb ақша алатын болса, рұқсат емес. Ол міндеті. Оған ақша алуға болмайды. Немесе бір муфти, мен фатуа бердім, мәселе шешіп бердім деп ақша алуға болмайды. Бірақ fiqh kitaplarımızda айтады, сол қазы дейді. Сол қази, мен осынша уақытымды бөлдім, менің уақытым үшін ақша төле десе болады дейді. Түсіндіңіз ба? Мен муфтимін, осынша қағазға ақша кетті, осынша уақытым кетті, осынша ақшаға ручка алдым. Соған ақша төле десе, оған болады. Онда сіз жоқ қыла алмайтын болсаңыз, арамыздан айыра алмайтын болсақ, оны шариғат жолына келтірейік онда. Келген молда, беретін адам келсін онда. Молдаке, мен беретінім не үшін? Сенің бөлген уақытың үшін беремін. Қанша уақыт бөлсең, сондай ақша беремін. Сенің Құраныңа бермеймін деу керек. Түсіндікті ма? Қанша уақыт бөлсең, сол уақытыңа беремін. Молдаке келіссе ақша беру керек. Жоқ, мен жақсы Құран оқимын, даусым әдемі, Құраныма үшін бер дейтін болсаң, жаңағы тұзақтың өзіңізге отын жинаған боласыңыз. Мәселе түсінікті ма?